Мамырдың 4-нен басталған өрт Канада жұртын әбігерге салуда. От шарпыған жердің ауданы 2 есеге өсіп 285 мың гектарға жетіпті. Енді тілсіз жау елдің солтүстік аймағына қысқан. Мұнай өндіру және өңдеу компанияларда зардап шегуде, өйткені өндіріс орындарындағы құбыр желісіне зақым келген. Қауіпсіз жерге көшірілген тұрғындар саны 90 мыңға жуықтапты. Өрт сөндірушілер тұрғындардың үйлеріне қайтуына рұқсат етпей отыр. Көк түтін мен ауадағы өзге де зиянды қоспалар мөлшері тым көп болып тұр деседі мамандар. Канаданың қаржы министрі Билл Морна CBC-ге берген сұхбатында Форт Макмюррейдегі жағдай бүкіл ел экономикасына салмақ салғанын жеткізді. Шығын көлемі қомақты секілді, толық талдау әлі де жасалған жоқ. Өрт солтүстікке қарай тез таралуда. Қазірдің өзінде Тауэр-Роуд аймағынан асып кеткен. Астра-Роудтың маңында бірнеше лагерлер бой көтерді. Ол жерге тағы шамамен 500-600 адам көшірілді.